Бүгін қызанақтың ең алғашқы түні десек те болады, себебі жылы жерден шығып салқын жерге келді. Енді қалай тұрғанын көрейік мына тесіктен. Аллаға шүкір, көшеттің жағдайы жаман емес сияқты. Кішкене стресске түседі енді жылы жерден шыққаннан кейін, бірақ алдын ала көшеттерді екпей алып, салқын температураға үйретіп алдым әбден. Сосын барып қондырдық жерге. Енді газ Алла қаласа бүгін қазір суын беретін боламыз, алғашқы суын. Мынау құдықтың суы тап-таза, мінекей. Тұщы. pH 7. 17-18 метр қаздырғанбыз, содан шығып жатқан су. Қазір мына магистралдың ішін тазалап алып отырық, мына елулік труба. Енді қазір суды қосамыз, Алла қаласа. Мына жылыжайдан уже насосты қостым, ешқандай бошканың кері жоқ. Прямой құдықтан шығып жатыр су. Енді уже су келді мына. Қосқаным қазір ғана 1 минут енді болды. Уже су келіп жатыр мына жерге. Дауыс естіліп жатыр ма? Уже сылдап су келіп қойды. Мінекей. Кішкене жетіп көрсетейін. Қосқаныма 1 минуттан енді асты, уже су келіп қойды жүректерге. Уже тамшылап жатыр. Қазір полный давлениесін жинап алады. Полный системадағын, сосын уже бір қалыпта әдемі ағатын болады. Бұл кәдімгі глубинный ракета, электрический жағы насос. Сонымен суарып жатыр. Мінекей тамшылап суару деген осы. Баяғыдай кетпен алып, әр жерден ойбай жүріп кетті, мына арыққа су шықпай қалды деп күленкі басып, мұздай суға қол батырудың кері жоқ. Бәрі кәдімгідей автоматика сияқты. Өте қарапайым, бірақ солай жасап алғанбыз барлығын. Енді 1 сағат, 2 сағатта суарып қойып бұл жер. Тамшылап суарудың ең жақсы жері, пайдасы осы: суды үнемдейді және тура тамырда суды жеткізіп береді. Жаңа бір жігіттер сұрап отыр екен, қандай насос қойсақ болады, жаңа пәлен соттық жерім бар еді деп, ешқандай қандай бошка қойсақ болады деп сұрап жатырды. Бошканың кері жоқ. Бошканы тек удобрение беретін кезде ғана қолданам. Былай прямой құдықтан су келеді. Ешқандай мұздайлық қылмай-ақ жылда өсіріп жүрік. Оған өздеріңіз де куәсіздер. Мінекей бірінші суын бастадық уже, Алла қаласа.